Сәлем достар, сіздер қазақ кино арнасындасыз. Бүгін мен сіздерге 2012 жылы шыққан «Пиранья» деп аталатын өте қорқынышты фильмді назарларыңызға ұсынамын. Аризонадағы Виктория көлі бір кездері көктемгі демалыс үшін ең танымал орын саналған. Алайда бір жыл бұрын бұл аймаққа ежелгі пираньялар шабуыл жасап, мыңдаған адам қазаға ұшыраған. Қауіпті жою науқаны жүргізілгенімен, көл тіршілікке жарамсыз аймаққа айналып, туризм тоқтаған соң жергілікті экономика құлдырау күйіне түскен. Қазір Виктория көлі карантин аймағы. Кросс-Лейк маңында екі фермер жоғалған сиырын іздеп жүреді. Олар су астындағы өсімдіктерге жабысып тұрған бейтаныс жұмыртқаларды байқамайды. Көлге кіріп, жануарды іздеу кезінде судың ішінде жатқан сиырды көреді. Олар ілмекпен қозғап көреді. Сол сәтте сиырдың аузынан бір жұмыртқа шығып кетеді. Сол маңда бірдеңе жылдам қозғалып жүріп, фермерлер сиырдың іш тұсы қозғалып тұрғанын байқап тексермек болады. Сол мезетте сиыр ішінен газ шығып, жаңа жұмыртқалар шашылады. Ер адамдардың бірі жақынырақ қарау үшін от тұтатқышын шығарады. Сол сәтте тағы газ бөлініп, кішкентай жалын үлкен отқа айналады. Қорқан фермерлер шегініп, кенеттен сиыр жарылып, ішіндегі жұмыртқалар айналаға жаңбырдай шашылады. Жұмыртқалар тез жарылады да, жаңа шыққан пираньялар фермерлерді қоршап алып, аяқтарын тістейді. Біраз уақыттан соң бір фермер су бетіне шығып, бетіне жабысып қалған жыртқыштарды көреді. Ол біреуін жұлып алып, басын тістеп, үзіп қайта суға кетеді. Біраз уақыт өткен соң, Чет су саябағының қайта ашылуына арналған жарнама түсіріп жүреді. Ол үшін көптеген сұлу қыздарды пайдаланады. Сол кезде өгей қызы Мэдди үйге келеді де, құтқарушылардың орнына стриптизшілер жүргенін көріп шошиды. Чет саябақ анасының аманаты екенін айтып, бәрін өзі басқаратынын еске салады. Ол тек ересектерге арналған, жалаңаш жүзуге болмайтын аймақ ашуды жоспарлайды. Камералар әйелдердің денесін жақыннан түсіріп, үлкен экрандарға шығарады. Мэдди бұған қарсы болады, бірақ үлесінің көбі Четтің қолында болғандықтан шешім соныкі. Сол түні саябақта үлкен кеш өтеді. Мэдди ескі достарымен, оның ішінде өзін көптен бері ұнататын Барримен қайта қауышады. Екі жігіт от шашумен темекі тұтатпақ болып, зымыранды суға түсіріп алады. Кішкене жарылыс болып, полицей Кайл оларды қалжыңдап тоқтатпақ болады. Бірақ өзі де ішімдік ішіп, темекіні тартып жүреді. Ол Мэддидің бұрынғы жігіті. Осы уақытта Шелби мен Джош түнде суға түседі. Олар көңіл көтеріп жүргенде, аяқтарының жанынан пираньялар жүзе бастайды. Бір сәтте бір балық Шелбидің аяғының арасына кіріп кетеді. Қыз оны Джоштың еркелігі деп ойлап, жігіт бәрін жоққа шығарады. Соған қарамастан Шелби кетіп қалады. Басқа жерде Эшли жігітін бірге дұға етуге мәжбүрлейді. Кейін екеуі жақындаса бастайды. Байқамай көліктің қол тежегішін босатып алып, көлік қозғалып суға қарай ысырғиды. Ішке су тола бастайды. Кілт жоғалып, Эшли көмек іздеу үшін көліктен шығады. Сол сәтте пираньялар ішке кіріп, Тревиске шабуыл жасайды. Көлік суға батып кетеді. Эшли айқайлап, су бетіне Тревистің қанға боялған қолы ғана көрінеді. Артынша денесі де жоғалып кетеді. Келесі күні Барри қоқыс жинап жүріп, әріптесі Дэйвті бір құбырмен оғаш қылық үстінде көреді. Мэдди Эшли мен Тревисті іздей береді. Шелби өзін жайсыз сезініп, жерге құсады. Дэйв мұны жүктілік белгісі деп ойлап, полиция көлден көлікті шығарады, бірақ ішінде ешкім болмайды. Кайл бәріне жұптың жоғалғанын хабарлайды. Мэдди мен Шелби көл жағасында сөйлесіп отырып, кенет Шелбидің аяғына бірдеңе тиеді. Суда алып пиранья секіріп шығады. Қыздар қашып, ағаш көпір сынып, Шелби суға құлай жаздайды. Мэдди оны әрең тартып, қашу кезінде тақтай үзіліп, Шелбидің аяғы қыстырылып қалады. Пираньялар төменнен шабуылдап, Шелби бәрі күшін жинап секіріп өтеді. Екеуі де суға құлап, бірақ соңғы күшпен жағаға жетеді. Бір пиранья құрлыққа секіргенде, Мэдди оны ұстап алып құмға лақтырады. Қыздар тастармен ұрып, жыртқышты мүлде қозғалыссыз қалдырады. Көп ұзамай Кайл бәрін көлігіне отырғызып әкетеді. Алайда ол пираньялар бір көлден екіншісіне өте алады дегенге сенбейді. Барри Виктория көлінде зерттеу жүргізген ғалым Гудманның бейнелерін тауып көрсетеді. Осы сәтте Кайл Мэддиге тым еркін қылық танытып, оған жақындай береді. Кешке қарай олар Виктория көліне жетіп, Гудманмен жолығады. Ол пираньялардың қайта пайда болғанын естігенде таңғалмайды. Ғалымның айтуынша, көлдер бір-бірімен тікелей жалғанбаса да, жер астындағы су арналары арқылы байланыс болуы мүмкін. Зертханадағы пиранья темір торға жақындаған кез келген нәрсеге атылып, агрессия танытады. Гудман
темір табақты суға салып, қарсы жағына бақаны орналастырады. Пиранья металға соғылып, аз уақыт ішінде оны тесуге жақындайды. Ол жасына ұмтылған сәтте Барри бақаны құтқарып қалады. Ғалым бұл жыртқыштардың өте көне түрі екенін, бұрын күкіртке бай ортада тіршілік еткенін түсіндіреді. Осындай орта оларды бүгінгі күнге дейін сақтап қалған. Күкірт хлорланған суды тазарту кезінде де қолданылады. Сондықтан пираньялар жасанды су жүйелері арқылы қозғала алады. Медди су саябағының суы тікелей Кросс көліне ағатынын есіне түсіреді. Демек, сол хлор мөлшері жыртқыштарды сонда тартқан. Барри бұл теорияларға қатты қызығады. Медди оның теңіз биологиясын жақсы білетініне таңғалады. Ал Барри мұның бәрін бұрын оқығанын жеткізеді. Кайл таңертең құбырларды тексеруге уәде береді. Бірақ Медди саябақ дәл ертең ашылатынын айтып, уақыттың тығыз екенін ескертеді. Егер кешіксе, келушілерге қауіп төнеді. Көп ұзамай олар көлге қайта барады. Медди Барриден бірге жүруін сұрап, ол жүзе алмайтынын айтады. Медди өзі суға түсіп, қорғаныс торларын тексереді. Барлығы дұрыс сияқты. Кенет жанында пиранья пайда болып, тобығынан тістеп алады. Қан шығып, бірақ жары ауыр болмайды. Басқа жыртқыштар да жақындай бастағанда, Медди бар күшімен жағаға қарай жүзеді. Кайл дер кезінде суға секіріп, оны тартып шығарады. Екеуінің арасында бір сәттік жақындық пайда болады. Мұны көрген Барри көңілі түсіп шетке кетеді. Ал көл түбінде Эшлидің денесі әлі де пираньялардың қоршауында қалады. Қалада жұптың жоғалғаны туралы хабар тарайды. Шелби күйзеліске түсіп, ол өзін жайсыз сезініп, Джоштан қасында болуын өтінеді. Біраздан соң ішіндегі бірдеңе дұрыс емес екенін сезеді. Джош оның сөзін елемей, жалғастыра береді. Кенет Шелбидің денесі дірілдей бастайды. Джош та бір оғаштықты сезіп, сол сәтте ол жарақат алып, айқайлап жібереді. Қорқыныш пен ауырсынудан есінен танып қалады. Шелби есін жиғанда, қасында қан мен қозғалып жатқан бірдеңені көреді. Ол қорыққаннан оны басып тастайды. Кейін Джошты іздеп, ол ашумен айқайлап шығып, не болғанын сұрайды. Қалада Кайл Четті тоқтатып, одан заңсыз су айдаған үшін есеп сұрайды. Чет бұған мән бермей, қағазды лақтырып жібереді. Ал Меддидің үйінде Барри оның Кайлмен қайта жақындаспағанын сұрайды. Медди бәрін жоққа шығарады. Сол сәтте жарақаттанған Шелби кіріп келеді. Ол болған жағдайды әрең жеткізеді. Көп ұзамай оны да, Джошты да ауруханаға апарады. Дәрігерлер оның әңгімесіне сенбей, үйден Медди жарасын тексеріп отырғанда ваннадан су тамшылай бастайды. Кенет құбырдан ұсақ пираньялар шығады. Артынша үлкені пайда болып, оған ұмтылады. Осы сәтте бәрі түс секілді жоғалады. Медди оянып, келесі күні су саябағы салтанатты түрде ашылады. Қонақтардың арасында бұрын пираньялардан жарақат алған Фелон да бар. Ол судан қатты қорқады, бірақ досы оны батыл болуға көндіреді. Көпшілік көңіл көтеріп жатқанда, Фелон суға түсуге дайындалады. Алайда соңғы сәтте қорқып, досын итеріп жібереді. Сол кезде Чет сахнаға шығып, арнайы қонақты таныстырады. Телехикаялардан танымал құтқарушы Хасселхоф. Ол келгендермен суретке түсіп, жұртты көңілдендіреді. Ал Медди саябақ ішін аралап жүріп, өзеннен заңсыз су тартатын құрылғыны байқап қалады. Медди Четке ашуланып, оның әрекеті үшін кінә тағады да пираньялар жайлы айтып береді. Бірақ Чет оған сенбейді. Құрылғы жұмысын тоқтатпай су айдай береді. Сол себепті жыртқыштар құбырлар арқылы жылдам қозғала бастайды. Әлсіз тордың бір жері бұзылып, ақыры бір пиранья бассейнге жетеді. Көп ұзамай бір бала анасынан шағымданады. Оны бірдеңе тістеп алғандай. Анасы сенбей, жай сызатқана деп ойлайды. Бала Хасселхофтан жапсырма сұрайды. Ал ол қолтаңбасы бар сурет береді. Бала оның кім екенін білмеген соң Хасселхоф ренжіп қалады. Бассейнде бір әйел айқай салып, пираньяны көргенін жеткізеді. Ол жыртқыш су астына сүңгіп кетіп, әйел Меддиге болған жайды жеткізеді. Медди жұртты судан шығуға шақырады, бірақ ешкім тыңдамайды. Ол Четтен саябақты жабуды талап етеді. Алайда ол әйелді өтірікші санайды да, Медди адамдарды күштеп шығармақ болғанда, Кайл оны сүйреп әкетеді. Барри оны қорғауға тырысқанымен, ешкім мән бермейді. Сол сәтте пираньялар лап қойып, бассейндерді басып алады. Су қанға боялып, айқай-шу басталады. Дэйв тағы да құбырмен әуре болып жүргенде, оны да шағып алады. Эндрю қашқысы келеді, бірақ Фелон қарсы шығып күресуді жөн көреді. Ол темір аяқтарын киіп, суға кіріп, пираньялар тістемек болғанымен тек темірге соғылады. Бұл аяқтары қару ретінде де жарайды. Фелон жыртқыштарға оқ жаудырып, адамдарды құтқара бастайды. Бала әлі жылап тұр,
Ал Хассельхоф оны ешқашан елемейді. Бір әйел оны ұялтады. Сол кезде ол өзін ешқашан нағыз құтқарушы санамағанын айтады. Ақыры ары ұяты оянып, баяу қимылмен суға түседі. Адамдарды ысырып баланы алып шығады. Сол сәтте ол өзін шын мәнінде қаһарман сезінеді. Осы уақытта Мэдди Четті тауып алып, бар кінәні соған жабады. Ол Барриден бассейндерді жабуды сұрап, Барри кетер алдында оған жүрегіндегі сезімді мойындайды. Мэдди оның өзін ұнатқанын бұрыннан білгенін айтып, бетінен сүйеді. Жолда Барри құйрығына пиранья жабысқан Дэйвке тап болып көмектеседі. Чет бүгінгі табысты алып қашпақ болғанда, жылап тұрған қызды көріп, ұялып тиын тастап кетеді. Кейін гольф көлігіне отырып қашпақ болғанда, байқамай қызды қағып өтеді. Бірнеше метр өткен соң, жалаушаларға соғылып басынан айырылады. Оның басы ересектерге арналған бассейнге құлап пираньяларға жем болады. Осы арада Мэдди адамдарды құтқаруды жалғастырады. Барри мен Дэйв сорғы бөлмесіне жетіп, суда сорғыза бастайды. Пираньялар біртіндеп құбыр арқылы тартылады. Мэдди де ағысқа ілініп қалады. Кайл көмекке келіп, бірақ қан көріп қорқып қашып кетеді. Мэдди су түбіне тартылады. Барри көмектеспек болып секіреді, бірақ жүзу білмейтінін есіне түсіріп, кері шығады. Сол сәтте алып пиранья қабырғаны бұзып қайта кіреді. Ол Барриге ұмтылып, бірақ жете алмайды. Ал кіші пиранья Мэддиге жақындағанда, ірісі оны жұтып қояды. Сосын үлкені Мэддиге бет алады. Барри қоқыс шанышқысын лақтырып, тура басынан дәл тигізіп жыртқышты өлтіреді. Мэдди есінен танады. Сол мезетте сорғылар тоқтайды. Барри өзіне ауыр зат байлап, су түбіне түсіп, Мэддиді көтеріп шығарады. Ол есін жиғанда, Барри оны құшақтап дем беріп тұр еді. Мэдди алғыс білдіріп, оны сүйеді. Кайл кешігіп келіп, көмектеспегеніне өкінеді. Бірақ қолына басқа біреудің денесін ұстап қалады. Сорғы бөлмесінде Дэйв құбырларға қою хлор құяды да жанып тұрған темекіні тастайды. Сол сәтте барлық бассейндер жарылып, пираньялардың бәрі жойылады. Бірнеше секундтан соң аспаннан ұшып келген найза Кайлдың басына тиіп, оны мерт қылады. Дәл сол кезде Мэддиге Гудман қоңырау шалады. Ол пираньялар эволюцияға ұшырап, жүруді үйренгенін айтады. Оның зертханадағы үлгісі де қашып кеткен. Сол сәтте бір пиранья судан шығып, құрлықпен қозғалады. Тістелген бала суретке түсірмек болып жақындағанда, жыртқыш секіріп, оның басын жұлып әкетеді. Анасының үстіне қан шашырайды. Фильм осымен аяқталды. Көбірек осындай оқиғаларды көру үшін жазылуды ұмытпаңыз.